Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 50-ші сабақ қыз бейнесі. Сабақтың мақсаты шығармаларды салыстырып үйренемін, көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтаймын. Бірінші тапсырма қысқы табиғат құбылыстарын атап сипаттаңдар. Қысқы табиғат кезінде қар жауады, боран соғып, мұз басып, көктайғақ болады, балалар. Балалар, бүгін сіздермен Сәкен Сейфуллин, Жүсіпбек Аймауытовтың қыз туралы өлеңдермен танысатын боламыз. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы Қарағанды облысының Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Сәкен Сейфуллин ақын, жазушы, ұстаз, қоғам қайраткері болған. Ақынның өлеңдерінен туған жерін, табиғатты ерекше сүйгенін көреміз. Сәкен Сейфуллин атында көшелер, театр, кітапханалар бар. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы дүниеден өткен. Түсініп оқы. Қызыл шұнақ. Шытынайды тыстаяз, қызыл шұнақ үскірік, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі деммен ысқырып. Ұшан теңіз қалың қар, жерді басып жабады. Шұнақ аяз жалаңдап, екі санын сабады. Мұздай демі бет қарып, аяз аузын ашады. Құлақтанып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады. Өлеңнің авторы Сәкен Сейфуллин. Балалар, мұндағы қызыл шұнақ сөзі бет қаратпайтын, қатты суық, үскірік, аяз деген мағынаны береді. Екінші тапсырма қызыл шұнақ өлеңінен қылшылдап, жалаңдап, ысқырып, санын сабалап, аузын ашып деген сөздерді оқығанда қандай әсерде болдыңдар дейді. Балалар, бұл сөздерді оқығанда көз алдымызға қыс мезгілінің аязды күні, далада сықырлаған аязда қуанышты балалардың ойнап жүрген елестейді, балалар, керемет әсерде боласың. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Қызылтау атырабында дүниеге келген. Жүсіпбек Аймауытов жазушы, ақын, аудармашы болған. Жазушының Қартқожа романы, әнші, боранды болжағыш әулие, тағы да басқа әңгімелері бар. Жүсіпбек Аймауытов 1931 жылы дүниеден озған. Үшінші тапсырма есіңе түсір. Үшінші сыныпта оқып танысқан Қартқожа романындағы оқуға құштар баланы ұмытпаған боларсың. Балалар, үшінші сыныпта оқып танысқан Қартқожа романындағы оқуға құштар болған бала Қартқожа болатын, Түсініп оқы. Қыс. Жалп-жалп, жалп-жалп жауды қар, тон киіндік, тоңды мал. Бұрқ-бұрқ, бұрқ-бұрқ боран бар, боран жоқта тұман бар. Қызыл шұнақ қызыл бар, суда айна тас мүсін бар. Қылаулатқан қырау бар, үйіп алған отын бар. Бүрсең деген лақ бар, сүмең деген қонақ бар. Қонақ айтар қызық бар. Ай балалар, балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Өлеңнің авторы Жүсіпбек Аймауытов. Төртінші тапсырма өлеңдегі қыз бейнесі қандай? Өлеңдегі қыз бейнесі қар жауып, адамдар тон киіп, малдар тоңып қалған, бұрқ-бұрқ еткен боран, тұман, бет қатпайтын суық, үскірік, аяз бар деп бейнелейді. Бесінші тапсырма зерделеп оқы, дәлелде. Өлеңдерді дәптеріңе салыстырып жазыңдар. Бесінші тапсырма өлеңдерді дәптеріңе салыстырып жазыңдар. Балалар, төменде кесте берілген екі өлеңді салыстырып кестені толтырайық, Өлеңдердің тақырыптары қызыл шұнақ, екінші өлең қыз. Өлеңдегі кейіптеу кейіпкерлері бірінші өлеңде қызыл шұнақта аяз, ал екінші қыз өлеңіндегі
кейіпкер қыз, өлеңдегі табиғат құбылыстары бірінші өлеңде, яғни Қызыл шұнақ өлеңінде аяз, қар болса, қыс өлеңінде қар, тұман, аяз, қырау, боран. Өлеңдегі эпитет, теңеу сөздер бірінші Қызыл шұнақ өлеңіндегі мұздай, теңеу сөзі, ал қызыл шұнақ, жасыл ұшқын сөздері эпитет. Екінші қыс өлеңінде суда айна тас мүсін, қызыл шұнақ, эпитет. Өлеңдегі аллитерация дейді. Балалар, аллитерация дегеніміз бір сөйлемдегі сөздердің барлығының әріптері бір ғана әріптен басталуы. Бірінші өлеңде, яғни Қызыл шұнақ өлеңінде аяз аузын ашады. Ал екінші қыс өлеңінде бұрқ-бұрқ, бұрқ-бұрқ, боран бар сөздері аллитерация, балалар. Алтыншы тапсырма тыңда. Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін тыңда. Ілесе қосылып айтыңдар. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқ шырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Жетінші тапсырма Қазақстанның кейбір облыстарында өлеңдегідей қыс болмайды дегенге сенесіңдер ме дейді. Немесе жоқ деп жауап береміз керек, балалар. Себебі Қазақстанның оңтүстік облыстарында көбінесе қыс мезгілі жылы болады. Сегізінші тапсырма қорытындыла. Өлеңдерге сүйеніп, өз жеріңдегі қысты сипатта дейді. Балалар, табиғаттың әрбір маусымы ерекше болатын сөзсіз. Әр маусымның өзіне тән қызығы мен сейіл серуені бар. Соның ішінде қыс мезгілі де өзіндік кіршіксіз аппақ қарымен, қаһарлы мінезімен, сықырлаған аязымен ерекше, балалар. Мен Астана қаласында тұрамын. Бұл жақта қыс өте суық және аязды. Қалың қар жауып, боран соғып, аяз болады. Мұздар қатып, көктайғақ болады. Қыс біздің қаламызда өте қатты. Балалар, осылай сендер де өз жеріңдегі қысты сипаттап жазуларыңа болады. Үйге тапсырма, үлкендерден қар, аяздың түрлерін сұрастырып жазып ал. Балалар, қардың түрлері ақша қар, алақанат қар, жапалақ қар. Ал аяздың түрлері ақ аяз, қақаған аяз, құрғақ аяз, қызыл шұнақ аяз, қытымыр аяз, сықылдаған сары аяз. Осылай жазуларыңа болады. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.